Достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге доктор Усабаев. Бүгінгі сабақта бета-адреноблокаторлардың 3-ші ұрпағын талдайтын боламыз. Видео басталмай тұрып каналыма тіркеліп, қазақша медициналық контентті қолдап кетіңіздер. Достар, бета-адреноблокаторлардың 3-ші ұрпағына жататын препараттар небивалол, петаксолол, карведилол деген препарат. Енді бұл препараттардың тағы бір қосымша әсер ету механизмі бар. Ол вазодилатациялық әсер және антиоксиданты әсер. Вазодилатациялық әсер дегеніміз тамырларды кеңейтеді. Ал антиоксиданты әсерді қазір талқылаймыз. Қазір бәрін сызба түрінде мен айтып беретін боламын. Конспекттеп, дұрыстап жазып алыңыздар. Енді негізгі механизм ол бета-1 адренорецепторына әсер етіп, ЧСС пен АД-ны түсіреді. Антиоксиданты әсер дегеніміз бос радикалдарға қарсы әсер. Бос радикалдар жалпы катехоламиндер реакцияға түскенде пайда болады. Ал катехоламиндер бүйрек безінен бөлінетін гормондар. Осы бүйрек безінен бөлінетін гормондардың бәрін біз катехоламиндер деп атаймыз. Бос радикалдардың түрі мынандай, міне, қорқыныштап салып қойдым. Олардың пайдасы вообще жоқ, керісінше зияны өте көп. Мынау бізде саутын. Бұл саутында бізде электрондар всегда айналып жүреді сыртында. Органикалық химияны еске түсірейік. Біздің ағзамызда көміртек, сутегі, сосын оттегі, азот. Осы төртеуі құрайды. Органикалық химияны құрап, біздің организмімізді осы 4 элемент қана құрап тұр. Енді бүткіл тіндердің ата тегі осылар. Енді бұлардың сыртында біз электрон всегда айналып жүреді ғой. Ал бос радикалдар алады да, осы электрондарды өзіне тартып алады. Өзін тартып алғаннан кейін біздің осы тіндеріміз өліп бастайды. Тіндеріміз өліп бастағандықтан некрозға ұласып, апоптоз дұрыс жүрмейді, соның әсерінен аурулар пайда болады. Енді бұл бос радикалдарының әсерінен пайда болатын аурулардың мысалы атеросклероз, сосын рак. Осы бос радикалдардың әсерінен болады екен. Ал енді мынау карведилол деген препарат осы антиоксиданты әсер көрсетеді. Алатта бос радикалдарын естейді, өзі жойып отырады. Енді қалай жояды? Карведилол алатта өзінің бір активный веществосын электрон ретінде осы бос радикалдарға беріп тастайды. Бос радикалдар өзі толып қалады ғой электрон оларға. Ішіндегі активный веществомен. Осы кезде бос радикалдары довольны, біздің тіндерімізде довольны болады да, бос радикалдар ағзамызға зиян тигізбейді. Ал енді табиғи антиоксиданттар бар. Бұл тақырыптан тыс тақырып, сіздерге мысал ретінде айтып жатырмын. Ең бірінші ол мелатонин, антиоксиданты табиғи. Біз ұйықтаған кезде мелатонин алады да, осы бос радикалдарға өзінің электрондарын беріп тастайды. Бірақ мелатонин қанша электрон беріп тастаса да, ол не істемейді, өзі басқа электрондар ұрланмайды. Өйткені қызметі бос радикалдарды не істеу, жойып отыр. Ал енді екінші витамин Е. Витамин Е-нің де антиоксиданттық қызметі бар. Егер біздің ағзамызда витамин Е, сосын мелатонин жетіспесе, бос радикалдары көбейеді, бізде атеросклероз, рак сияқты аурулар дамуы мүмкін. Сол үшін дұрыс ұйқыға, сосын витаминдердің тамақтануға көп мән беруіміз керек, өйткені олар табиғи антиоксиданты әсер көрсетеді. Вазодилатациялық әсері бар препараттар небивалол, петаксолол, карведилол. Мынау бізде қалыпты жазуша. Анатомияны еске түсіріп кетейік. Бізде тамырлардың ішінде бұлшықеттік қабат және эндотелий қабаты бар ғой. Сол бұлшықеттік қабатын айтып жатырмын, достар. Бұлшықеттік қабатында всегда кальций керек жиру үшін. Кәдімгі кардиомиоциттегідей, кәдімгі көйенең сағалы бұлшықеттегідей. Мынау бізде бұлшықеттік қабат, ішінде эндотелий қабаты бар. Ал енді қараңыздар, мынау бізде L типті кальций каналы. L типті кальций каналы арқылы кальций кіреді. Жалпы бүткіл жиру үшін кальций всегда керек. Қандай бұлшықет болмасын, кальций керек. Достар, жаттап алыңыздар. Осы механизмді білсеңіздер, сіздер көптеген препараттың әсер ету механизмін ұғатын боласыздар. L типті кальций каналының арқылы кальций кіреді. Енді кальций кіргеннен кейін сокращение жасайды. Жирады. Осы үшін тамыр жиырылып, давление көтеріледі. Жиырылу.
Енді препараттардың әсер ету механизмін талдап бастайық. Ең бірінші бетаксолол деген препарат. Бетаксолол деген препарат алады да, осы кальцийдің жолын тежеп тастайды. Кальций жолы тежелгеннен кейін кальций ішке аз кіретін болады. Мына жолды барьер жасап тастайды, мына жолға. Енді осы кезде кальций кіреді да, кальций аз кіреді де, мына жиырылу төмендейді. Бірінші механизм осы, бірінші вазодилатациялық қызметі осылай. Енді екінші препарат бар, ол бізде аталынады карведилол. Жаңа ғана карведилолдың қызметін, антиоксиданттық қызметін талдағанбыз. Енді ол тоже вазодилатацияға әсер ете алады. Карведилол бірінші қызметі ол кальцийді тежейді. Бұның екі қызметі бар. Бұл түсінікті, кальций аз кіреді, сокращение болмайды. Енді карведилолдың екінші механизмі бар. Біз ол үшін адренал рецепторының физиологиясын бір еске түсіріп алайық. Альфа-адренал бірінші рецептор, ол бүткіл шеткері қантамырларда орналасқан. Шеткері қантамырларға альфа-1-ге әсер етіп жіберсек, давление көтеріледі. Оған әсер ететін норадреналин және адреналин. Енді осы кезде инозитол фосфат деген фермент күшейеді. Инозитол фосфат алады да, жиырады осыны. Енді карведилол деген препарат алады да, бұл осы альфа-1 адренал рецепторын тежеп тастайды. Осы жерден тежеп тастайды. Осы кезде норадреналин, адреналин осы альфа-1 адренал рецепторын таппай қалады. И әсер етпей қояды. Осы үшін инозитол фосфат деңгейі төмендейді, жиырылу тоже төмендейді. Қайтадан қайталаймын, карведилолдың қызметі альфа-1 адренал рецепторын тежеп тастау, соның әсерінен инозитол фосфаты төмендейді, жиырылу төмендейді и вазодилатация болады. Давление түседі осының арқасында. Енді карведилолдың екінші механизмі, міне жаңағы айтқан механизм кальцийді тежеп тастайды. Кальций тежелгеннен кейін не болады? Кальций деңгейі төмендеп, жиырылу төмендейді. Осылай қызметі бар. Ал енді небивалол деген препаратты талқылайық. Небивалол деген препарат алады да, бұның екі фракциясы бар. Бірінші фракциясы ол бета-1-ге ғана әсер етеді, и ЧСС-ті давлениені түсіреді. Ал енді бұның екінші қызметі бар, эносинтаза деген ферментті күшейтеді. Эносинтаза ол табиғи эноны күшейтеді. Ал жаңағы бұлшықетті қабаттың ішінде эндотелий бар деп айттық қой. Осы эндотелий қабаты бар. Енді эно бөлінген кезде автоматты түрде вазодилатация болады. Өйткені эно ол табиғи вазодилатациялық қызмет атқарады, қанымызда бар. Ал эносинтаза деген фермент осыны деңгейін көтеріп отырады. Ал небивалол деген препарат осы эносинтазаның деңгейін көтереді. Сол үшін эно қанымызда көбейеді де вазодилатация жасайды. Міне осындай қарапайым ғана механизмдер бар, достар. Тағы да бір рет қайталаймын. Бетаксолол кальцийдің деңгейін төмен түсіреді. Карведилол тоже кальцийдің деңгейін төмен түсіреді. Карведилолдың екінші механизм альфа-1-ді тежеп тастайды. Ал небивалолдың қызметі эносинтаза деген ферменттің деңгейін жоғарылатып, кәдімгі ағзамыздағы табиғи эноны, кәдімгі азот оксидін көтеріп жібереді, вазодилатация жасайды екен, достар. Назарларыңызға көп рахмет.